Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін дәмді қуырдақ қуырамыз. Менде қозының еті, осындай майлы жерін құрғақ тапаға қуырамыз. Отымыз қатты. Етімізді дайындап алдық. Міне осылай өте ірі де емес, өте майда да емес. Турап аламыз. Қабырғамызда тым жақсы майы бар. Қозымыз еті де майда әдемі жылтырап тұр. Міне майымызды қатты отта шыжғырып жатырмыз. Кішкене майымыз шыжғырылғаннан кейін артық май құймай, дәл осы маймен қуыратын боламыз. Енді етіміздің барлығын салып аламыз. Осындай майлы еттерді төмен қарап саламыз, майы шыжғырылатындай қылып. Егер маған жазылмаған болсаңыздар, маған тіркеліп, осы видеоны аяғына дейін қарап, маған лайк басып, пікірлеріңіз жазуыңызды ұмытпаңыздар. Етіміздің бәрін қазанға саламыз. Етіміз тұздалмаған болу керек. Міне қарап тұрсаңыздар, 15 минуттан кейін өзінің сорпасы шықты. Және жаймендеп араластырып аламыз. Мен бүгін қуырдаққа өкпе, бауыр, жүрек ештеңе қоспадым. Өңкей қозының етінен жасап жатырмын. Міндетті түрде ішінде сүйектері болу керек. Мен қабырғаларын қостым. Өзінің сорпасы шықты және өзінің майына қуырылып жатыр. Енді осы сорпасы қуырылып кету үшін қуырамыз тағы да 15 минуттай. Мен көрдіңіздер, сорпасы азайып, майы қалды. Енді осы жерден туралған пиязымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Қуырдаққа негізінде картошка қоспай өңкей етпен жасаған дұрыс, бірақ мен енді қызым картошка қосқан жақсы көретін болғасын, бір үлкен картошка қостым. Картошкамызды қосқаннан кейін де жақсылап араластырып аламыз. Қуырдақ өзінің майына және өзінің сорпасына піседі. Ешқандай да су қоспаймыз. Жақсылап тұздап аламыз және де қара бұрыш қосамыз. Қуырдағымызды жақсылап бір араластырып, қақпағын жауып, 40 минуттай бұқтырамыз. Астын жай от қоямыз. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендеріңіздей өзінің майына және өзінен бөлінген суға пісіп шықты. Артық майда суда қосқан жоқпыз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, балғын және өте дәмді қуырдақ болды. Және де осылай пиязымызбен үстін әрлеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.